алаңында көктемгі әскерге шақыру науқанының барысы туралы тақырыбында баспасөз конференциясын бастаймыз. Алаңымыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Баймұханов Біржан Ерсайымұлы Ақтөбе облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары және Асқаров Ернұр Ерқатұлы Ақтөбе облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары. Біржан Ерсайымұлы, Ернұр Ерқатұлы, алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Біржан Ерсайымұлы сізге беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, құрметті брифинг шақыртушылар. Құрметті брифинг қатысушылар, саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 14 наурыздағы номері 1202 жарлығына және Ақтөбе облысы әкімдігінің 2026 жылғы 16 наурыздағы номері 49 қаулысына сәйкес 17 наурыздан бастап қалалық және аудандық шақыру комиссиялары әкімдерінің орынбасарының төрағалары мен азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру науқанының басталғанын баяндаймыз. 2026 жылғы наурыз-маусым айлары аралығында мерзімді әскери қызметке шамамен 1200 азаматты шақыру жоспарлануда. Шекара қызметі, төтенше жағдайлар министрлігі және мемлекеттік күзет қызметінің қатарын толықтырады. Кеше өңіріміз үшін маңызды оқиға орын алды. Облысымыздан алғашқы болып 23 сарбазымыз Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызмет қатарына отан алдындағы міндеттерді маңыздылығын толық сенімдерін көрсетті. Айта кету керек, шекара қызметі ел тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын сақтау айрықша рөл атқаратын орын. Сондықтан бұл бағытта қызмет атқару әрбір жас үшін үлкен абырой әрі жауапкершілік. Толық ақпаратты тұрғылықты жер бойынша қалалық немесе аудандық қорғаныс істері жөніндегі басқарма бөлімдеріне жолығып алуға болады. Алдағы уақытта да өңірімізден әскери қатарына жасақтау жұмыстары жүйелі түрде жалғасып, отан қорғаушылар қатарын толықтыру жалғасын табады. Шақыру іс-шаралары 2012 жылғы 16 ақпандағы нөмірі 561 әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңы және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады. Мерзімді әскери қызметке денсаулық жағдайы бойынша жарамды кейінге қалдыру немесе босату құқығы жоқ 18 пен 27 жас аралығындағы азаматтар шақырылады. Шақыру науқанының негізіндегі мақсат қарулы күштер мен басқа да әскери құрылымдарды сапалы және уақытылы жасақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ шақырушылардың заңды құқықтары мен мүдделерін сақтау. Барлық жұмыс заңдылық, ашық және жариялық қағидаларына негізделіп жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтерді жетілдіру аясында азаматтарды хабардар ету процесі цифрлық форматқа көшірілді. Шақыру пункттеріне келу қажеттілігі туралы хабарламалар, SMS хабарламалар арқылы және Қазақстан Республикасының электрондық үкіметі порталының жеке кабинеті арқылы жолданылады. Бұл тәсіл азаматтарды жедел әрі уақытылы хабардар етуге мүмкіндік береді. Азаматтар жергілікті әскери басқару органдарына шақыру мақсаты. Бірінші, медициналық куәландыру және қажет болған жағдайда қосымша тексеруден өту үшін. Екінші, жеке және іскерлік қасиеттерін зерделеу үшін. Үшінші, шақыру комиссиясының отырысына қатысу үшін. Төртінші, әскери қызметке арналуын айқындау үшін. Бесінші, әскери бөлімдерге жөнелтілу үшін шақырылады. Медициналық куәландыру белгіленген талаптарға сәйкес білікті мамандардың қатысуымен жүргізіледі. Қорытындылардың объективтілігіне және азаматтардың құқықтарының сақталуына ерекше назар аударылады. Меншік нысана қарамастан ұйымдар мен кәсіпорындардың басшылары жергілікті әскери басқару органдарының шақыру бойынша қызметкерлерді хабардар етуге және олардың уақытылы келу қамтамасыз етуге міндетті. Шақыру іс-шаралары кезіндегі азаматтардың жұмыс орны, лауазым мен орташа айлық жалақылары сақталады. Әскери қызметке жататын шақыру туралы тиісті түрде хабарлаған азаматтың келмеуінің дәлел себептері мыналар болып табылады.
адамды келу мүмкіндігіне айыратын сырқат, жақын туыстарының жұбайы қайтыс болуы, дүлей залалlar адамдардың белгіленген мерзімінде келу мүмкіндігіне айыратын өзге де себептер. Неке қию, мемлекеттік тіркеу, Қазақстан Республикасының қаражатына болуы, әскери қызметке шақырылуға жататын азамат жергілікті әскери басқару органдарының шақыруы бойынша келмеген жағдайда оның келуін қамтамасыз етуі тиісті ішкі істер органдарына жүктеледі. Дәлелсіз себептермен жергілікті әскери басқару органдарына келмеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қарастырылған жауапкершілікке әкелетінін атап өту керек. Ондай жағдайда азаматқа әкімшілік шаралар қолданылуы мүмкін. Алғашқы шақырудан жалтарылған жағдайда қылмыстық заңнамаған нормаларына сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 387 бабына сәйкес әскери қызметтен босату заңды негіздер болмаған кезде осы қызметке шақырудан жалтару 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 400 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сәлеметсіздер ме бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, мен енді мына өрнеге тоқталып өтейін, қандай кейінгі шегерулер бар екенін сол бойынша тоқталып өтейін. Мерзімді әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру заңда көзделген негіздер бойынша шақыру комиссияның шешімімен беріледі. Отбасылық жағдайы бойынша білім жалғастыру үшін денсаулық жағдайы байланысты заңнамада көзделген себептер бойынша. Отбасы жағдайы бойынша әскери қызметке шақырудан кейінге қалдыру. Басқа адамның көмегіне мұқтаж, не толық мемлекеттік қамтамасыздандыру алынбаған отбасы мүшелері күтумен айналысатын. Әкесі, анасы зайыбы, сондай-ақ әскерге шақырушының ата-анасы болмаған жағдайда зейнеткер жасына толық немесе бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар болып табылатын ата-анасы мен әжесі, егер олардың асыруында болмаса. Ата-анасы болмаған жағдайда бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар болып табылатын, немесе 18 жасқа толмаған аға сіңлілері, апа сіңлілері. Әскерге шақырушыдан басқа бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар болып табылатын, немесе 18 жасқа толмаған бір және одан да көп балалары бар және олардың жұбайы, зайыбы, тәрбиелеп отырған анасы, әкесі болса. Өзінің асырауында анасыз тәрбиеленіп отырған баласы ата-анасының қайтыс болуына немесе олардың ата-анасы құқығынан айырылуына немесе сот басқа да бас бостандығынан айыру соттауына байланысты кемінде 2 жыл тәрбиесінде және асырауында болмаған адамдар бар азаматтарға. Некеде тұрған және отбасы бар азаматтарға мерзімді әскери қызметке шақыруда кейінге қалдырылады. Білім алудың жалғастыру үшін әскери қызметке шақырудан кейінге қалдыру тиісті білім беру деңгейінде білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын азаматтарға әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес бүкіл оқу кезеңіне беріледі. Білім алудың жалғастыру үшін әскери қызметке шақырудың кейінге қалдыру рухани, діни білім беру ұйымдарында білім алатын азаматтарға егер осы ұйым Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы заңнамаға сәйкес білім беру қызметі жүзеге асырған жағдайда беріледі. Білім алудың жалғастыру үшін әскери қызметке шақырудың кейінге қалдыру білім беру әрбір деңгейі үшін бір рет беріледі. Жоғары оқу орындары кейінгі білім алып жатқан азаматқа әскери қызметке шақыру кейінге қалдыру. Резидентура, магистратура немесе докторантурада оқу кезінде тиісінше бір рет беріледі. Білім алудың жалғастыру үшін әскери қызметке шақырудың кейінге қалдыру шет мемлекеттерді оқу орындарында қашықтықтан оқыту қолдану арқылы білім алатын азаматтарға да беріледі. Денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметке шақыруы кейінге қалдыру
азаматтарға әскери шақыру комиссиясы шешімімен 1 жылға дейінгі мерзімде беріледі. Басқа да себептер бойынша әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру, ол бізде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында орта бастауыш негізгі білім беру, орта техникалық және кәсіптік орта білім, кейінгі білім беру ұйымдарда, мамандандырылған арнаулы білім беру ұйымдарында жетіп балалар мен ата-анасының қамқорлығын қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында, балаларға қосымша білім беру ұйымдарында, сондай-ақ әдістемелі кабинеттерде кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтер жұмыс істеп жүргенге бүкіл кезеңіне беріледі. Тиісті білім беру мамандығы бойынша ауылдық жерлерде тұрақты жұмыс істейтін дәрігерлерге, денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс істеп жүрген барлық кезіне беріледі. Қазақстан Республикасының парламентінің немесе жергілікті өкілеттігі органдарының депутаттарының олардың депутаттық өкілеттігі мерзімінде өздеріне қатысты анықтау алдын ала тергеу жүргізіліп жатқан немесе сотқа қылмыстық істер қарап жатқан адамдарға тиісінше анықтау тергеу аяқталғанға немесе сот үкімі күшіне енгенге дейін беріледі. Азаматтық әуе кемелерінің ұшу экипаждарының мүшелеріне тиісті білімі бар азаматтарға авиация инженерлері механиктеріне және техниктеріне азаматтық авиация ұйымдарына жұмыс істеген бүкіл кезеңде. Бейбіт уақытында әскери қызметке шақырудан босату да заңға көзделген жағдайға аудандық немесе қалалық шақыру комиссиясы шешімімен жүзеге асырылады. Бейбіт уақытта әскери қызметке шақырудан денсаулық жағдайына бойынша әскери қызметке жарамсыз деп танылады. 27 жасқа толған заңды негізде бойынша мерзімді әскери қызметке шақырылмаған, туыстарының бір әкесі, ағасы, інілері немесе апасы-інілері әскери қызмет өткеру кезінде қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан, қайтыс болған немесе оған бірінші немесе екінші топтағы мүгедек белгіленген кезде. Басқа да мемлекетте әскери қызмет өткергендерге, ғылыми дәрежесі бар азаматтарға, тіркелген діни бірлестік діни қызметкерлеріне босатылады. Баяндамалар аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға рахмет. Жоқ, өткенде ана жазбаша былай беріп жібердіңіз ғой. Быстрее. Как? Я не понял. Экран. Бүйтесің ғой. Сіздерде қорғанысты мониторинг тобы бар жұмыс істейді.